Баршаңызға сәлем достар. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде мысықты көру үйіңізден немесе басқа жерден ұрлық болады дегенді білдіреді. Сондай-ақ Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде мысықты көру сол түс көрген адамның жағдайын білдіреді деген. Яғни, егер сіз жуас мысықты көрсеңіз, онда сіздің сол түс көрген жылыңыз жақсы, ешбір жаманшылықсыз өтетіндігінің белгісі. Ал жабайы мысық көрсеңіз, ол жылыңыз уайым, бақытсыздықпен өтетіндігін білдіреді деген. Түсіңізде өлген қара мысықты көру адасу мен өтірікке жорылады. Түсіңізде сізге қара мысықтың келе жатқанын көрсеңіз, онда бір жақсылықтың келе жатқаны, ал егер сізден қашып бара жатса, онда сізге бір сынақ келетіндігінің белгісі. Түсіңізде ақ мысық көрсеңіз, онда ол сіздің басыңызда бір уайым немесе жаман ой бар екенінің белгісі. Түсіңізде қара мысықтың құйрығын көрсеңіз, онда сіздің махаббатта жолыңыздың болғандығын білдіреді. Сондай-ақ, қара мысықты көру дүниеге бала келуінің белгісі деп жорылады. Түсіңізде қара мысықты көру болашақта бір қу адаммен кездесетініңізді білдіруі мүмкін. Түсіңізде өлген мысықты көру Алла тағаланың сізді дұшпаныңыздан қорғап қалғанының белгісі. Түсіңізде кішкентай мысықты көрсеңіз, жақсылықтың белгісі. Жақсы хабар алатыныңыздың, сондай-ақ жүкті болуыңыз немесе тұрмысқа шығатыныңыздың белгісі. Егер жүкті әйел түсінде мысықты көрсе, онда дүниеге ер бала әкелетіндігінің белгісі. Түсіңізде тап-таза ақ мысықты көру ақшаңыздан айырылудың белгісі. Түсіңізде сізді шақырып тұрған мысықты көрсеңіз, онда сізге көңілі бөлінбей қалғанның белгісі. Түсіңізде қара мысықты көрсеңіз, онда сіз қарым-қатынасыңызды үзбеу керек екендігіңіздің белгісі. Достар, осымен бүгінгі түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, астына лайк басып, комментария қалдырыңыз.